Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 101 және 102 сабақтар бақылау диктанты деп аталады. Бұл екі сабақтарда біз бақылау диктантын жазамыз. Бұл диктант оқушылардың сауаттылығын арттырып және де сөздік қорларын байытады. Осы диктантты жазу арқылы оқушының білімінің қандай деңгейде игерілгендігін тексеруге болады. Олай болса, бүгінгі диктантымыздың тақырыбы Арсеннің талабы деп аталады. Арсен биыл 6-ға толды. Ол жақында 1-ші сыныпқа барады. Анасы оған 4 жасынан бастап әріптер мен сандарды үйретіп бастаған. Қазір әріптерді түгел жаттап, буынға бөліп оқуды үйреніп жүр. Сандарды жаңылмай санап, бірліктерді қосып, азайтуды да меңгеріп қалған. Анасы Арсеннің болашағынан зор үміт күтеді. Балалар, осымен сабағы аяқталды. Видеоға лайк басып, каналға міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шыққан сабақтарды бірінші болып көретін боласыздар. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астында комментарийге жазып сұрасаңыздар болады.